салмасыздар ма? Не істейін? Сұрақтарды оқып, иә немесе жоқ деп жауап бересіз. Жағымсыз көңіл күйіңізді сыртта қалдырдыңыз ба? Яғни күшті настроениемен келіп тұрмын. Басқа қойын, иә? Сыртқа қайта кіріп шықпайсыз ба? Жоқ. Сізде актерлік қабілет бар ма? Жетеді. Ұялы телефоныңызды дыбыссыз режимге қойдыңыз ба? Қойдым. Мына жақта біреуді таңда. Мынаны таңдаймын. Құшақтау. Аха. Сәттілік. Конечно. Жағымсыз көңіл күйіңізді сыртта қалдырдыңыз ба дейді, иә. Сыртқа қайта кіріп шықпайсыз ба? Жоқ. Сізді актерлік қабілетіңіз бар ма? Кішкене аздап ұялы телефоныңыздың дыбысы режиміне қойдыңыз ба? Иә. Мына жаққа келіңіз, біреуін таңдаңыз. Оқып жауап бересіздер, иә жоқ. Сіз дауыс сыртта қалдырдыңыз ба? Of course. Сыртқа қайта кіріп шықпайсыз ба? Жоқ, бітіп жатқанда шығамын. Сізде актерлік қабілет бар ма? Бар. Топқа бөліну үшін бізде фонариктерімізді жағып, астында топтың саны көрсетілген, сол топ бойынша қазір топқа бөлінесіздер. Бірінші, екінші деген сандар болу керек ішінде. Бір немесе екі. Енді бірінші топты таңдаған мұғалімдер мына жаққа, екінші топ мына жаққа алып. Мына жаққа келесіз. Екілер мына жаққа. Бір аяққа? Иә, бір мына жаққа. Қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырыбым ағылшын тілі сабақтарында рөлдік ойындардың қолданылуының ерекшеліктерін бүгін талдап сипаттайтын боламыз. Назар аударып отырсаңыздар. Жалпы көпшілік басын мына Макаренконың қанатты сөзімен бастағым келіп отыр. Ересек адамдардың ісі, жұмысы, қызметі сияқты ойында бала өмірінде маңызды болып саналады. Бала ойында қандай болса, өскенде жұмыста да сондай адам болады. Яғни бүгінгі тақырыпқа байланысты жалпы ағылшын тілі сабақтарында оқушылардың осы білім біліктілік, танымдық, коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыруда осы ойын элементтерін біз көп қолданамыз, иә? Ойын әдісі арқылы оқыту олардың пәнге деген қызығушылығын арттырады, өздерінің көзқарасын, пікірін білдіруге және басқа екінші оқушының пікірін тыңдауға, оны толықтырып, кемшіліктерін айта білуге үйретеді. Және де жақсы құрастырылған, үздік әдіспен ұйымдастырылған ойындар дамытушылық жағынан оқу тәсілі болып табылады. Яғни жалпы рөлдік ойын деп отырғанымыз не деп іштеріңізде сұрақ болып жатқан шығар мүмкін, иә? Рөлдік ойын өмірлік
ағылшынша айтқанда рол плейс, иә, біз негізі бұны байқамасақ та, бірақ оқу бағдарламасы барысында сабақтарда қолданып жатамыз. Өмірлік жағдайлардың белгілі бір мінез-құлық немесе эмоционалдық жақтарын меңгеру ниетінде алдын ала бөлінген рөлдер арқылы қатысушы топтардың сахналап ойнауын айтады екенбіз. Және де қазір осыны ашып түсіндіретін боламын. Яғни рөлдік ойын барысында қандай болады бұл ойынның барысы? Бірінші, қатысушылар немесе оқушыларға біз карточка арқылы немесе тақтада таратпалы қағаздар арқылы тапсырма береміз. Одан кейін рөлдерге бөлеміз, оқушыларды әртүрлі рөлге бөлеміз. Бұл жерде айта кететін жайт маңызды, мұғалімнің дайындығы аса маңызды. Бұл жерде алдын ала жоспарланған, жоспары мықты тапсырма болу керек. Одан кейін сол берілген жағдаятты оқушы ойнап шығу керек. Бұл жерде де оқушылардың дайындығын талап ететін процесс, яғни бұл алып келіп бере салатын тәсіл емес, рөлдік ойын деген мысалы бір сабақта ала салатын тәсіл емес, оған бірнеше этаптар арқылы жету керек. Одан кейін соңында екінші топқа соны презентация жасайды, яғни көрсетеді, ұсынады. Қазір енді осы рөлдік ойынға байланысты мен сіздерге топтық тапсырма бергім келіп отыр. Жаңа барлығыңыз жауап бердіңіздер, актерлік қабілеттеріміз бар деп. Сол қабілеттерді көрсететін уақыт келді қазір. Актерлік қабілеттеріңізді тапсырма беремін. Осы тапсырмада берілген астында кішігірім көрініс құрастырасыздар. Өздеріңіз рөлдерді бөлісіп аласыздар, топпен ақылдасып, жағдаятты оқып, топқа бөліп ойнайсыздар. Екі сынып жетекші арасында үнемі бәсекелестік байқалады. Үнемі екі сынып жетекшіде өз сыныптардың жетістіктерін айтып мақтанып отырады. Қандай шара болмасын менің сыныбым ана сыныптан озуы тиіс деген қағиданы ұстанады. Бірінің сыныбы үздік шығып шын марапатқа лайық болса, екінші сынып жетекші оны көре алмай, ашуға бой беріп, сынып жетекшінің еңбегін жоққа шығарады. Енді осы бәсекелестікті қалай тоқтатуға болады? Қандай ұсыныс бересіздер? Менің сыныбым үнемі мектепшілік, қоғамдық, барлық жағдайда бірінші болып жүреді. Небір олимпиадалар болып жатыр, небір мерекелер болып жатыр. Әртүрлі мереке шараларда да белсенді жұмыс атқарып, небір қойылымдар қойылып жатыр. Сондықтан мен ойлаймын, өзімнің сыныбым шын мәнінде бәсекелестік бұл жерде ұрыс керіссіз жақсы, неге лайықты деп белсенді. Неге сіздің сыныбыңыз барлығына қатысу керек болады? 5-ші сыныптардың арасында олимпиада болса, тек қана бір оқушы дейсіз. Неге сіздің сыныбыңыздан қатысу керек? Менің де оқушыларым жақсы. Өйткені менің сыныбымда шын мәнінде 5-ші сыныпқа жақсы оқушылар жиналған, өте белсенді оқушыларым, тәрбиелі, мәдениетті, ондай жағынан мен өзім күнде байқап отырамын. Ата-аналары жағынан да ешқандай мін тағылмаймын оқушыларыма. Өйткені олимпиадалардың грамоталары, неше медальдары соған дәлел. Мен қарсымын. Олимпиадаға менің оқушыларым да қатысып, қоғамдық жұмыстарға да менің оқушыларым қатыссын. Оқушыларға не дейді? Ұстаздар, ондайларыңыз қойыңыздар. Сіздер педагогсыздар. Жаңағы педагогическая этика деген нәрсе бар, ұспай сіздерге қарап, осы
балаларыңыз өсіп келе жатыр. Сіздер бұлай бір Ал ешкім ұрысып жатқан жоқ. Мен шын мәнінде айтып жатырмын, факты. таласпаңыздар, бір-біріңізді Олай қолдайын дәлел десеңіздер. қаншама медальдарымыз асын отыр, көрсеңіздер болады. Кел, қош кел. Иә. Жоқ, сіздер осылай бір-бірлеріңізбен салғыласа беретін болсаңыздар, онда оқушылар да солай тәрбиеленетін болады. Сол себепті керісінше бір-бірлеріңіз үшін қуана біліңіздер. Бір-бірлеріңіздің шынайы жетістіктеріңізді көрген кезде қуанып, бір-бірлеріңізге қолдау көрсете білсеңіздер, бұл мәселе шешімін табады деп ойлаймын. Оқушыларыңыз да болашақта бір-бірімен керісінше жақсы қарым-қатынаста болуы. Дариға апай, сіз дұрыс айтып жатырсыз ғой, бірақ шын мәнінде мен ешкімді ұрысып жатқан жоқпын. Оған дәлел қаншама нелер бар, иә? Доказательстволар бар, дәлелдер бар. Енді как есть, по факту сөйлеп жатырмын ғой. Онда өз тәжірибеңізбен бөлісу керексіз. Басқа мұғалімдерді де қалай осындай керемет оқушыларды тәрбиелеп шығу керек, қалай жетістіктерге жетіп жатырғанын. Құдай қаласа. Оны сіздер қоласыз. Келесі Қайтпай ма? Келесі екінші дәрістер ма? Чадыр ата-ана болып болмай ма? Келісіп алғандай осы сыныпқа пән бойынша сабақ беретін мұғалімді жұмысын дұрыс атқармайды, өз пәнін уақытылы өткізбейді. Өткізген жағдайда да оқушылар бұл мұғалім айтқан сабақ түсіндірген мүлдем түсінбейді. Сонымен қатар менің ұлымның құлағынан бұратты деген сөзбен мектеп басшысына келіп отыр. Оны естіген пән мұғалімі өзінің қатесін түсініп, ата-анаға кешіріңіз, менен бір қате кеткен шығар, мектеп басшысына бармай-ақ қойыңыз деп өтініш білдірген сөзіне де құлақ аспастан мектеп басшысына кіремін, сені жұмысынан шығарамын деп нық бекініп отыр. Қандай ұсыныс кеңес берген болар едіңіздер? Үшеуміз ата-анасы. Мен оқушымын. Қандайсыңдар? Баламыздың бәріне 6 қоя бересің, оқып десе де. Я кім білмейді, тек қана курсқа бергеніміз бар, курсқа бергеніміз Дым результат жоқ вообще. 6 қоя береді. Не ол 6 деген? Что? Мен балам оқып, если что, оқиды, мен курстарға беремін оны. Кімнің баласы құлағына бұраған? Менің баламның құлағына себепсіз бұраған. Иә, көпшілік ортада, сыныптың ортасында ол менің баламның мысалы көңіл-күйіне өте қатты әсер етіп отыр. Себебі балаңыздың білім деңгейі қандай? Баламның білім деңгейі кімнің мұғалімін сұраңыз? Мұғалімге байланысты. Ал мұғалім сөйлеңіз. Ағай, курсқа қатысқан дұрыс қой, әрине, бірақ курсқа барды деген ол білімнің көрсеткіші емес. Бірақ сабақта ол өте тынымсыз, құлақсыз, басқаларға келіп жасап, сабақтың барысына келіп кетеді. Тынымсыз деген ол аяқпайды, бастаушыларға болады. Ол бала. Жарайды, менің балам тынымсыз, тұрақсыз. Сіз неге керексіз ол? Сіздердің талаптарыңыз қандай? Енді мұғалім балам тынымсыз болса, қосымша жұмыстар жүріп жатыр ма, маған көрсетсін, алып келіп. Балам үлгерімі төмен болып, үлгеріммен жұмыс қайда, мысалы үшін. Қосымша шақырмайды мысалы. Әне мұғаліміз сіз не дейсіз бұл тұста? Бұл тұста? Я шақырамын, балаңыз өзі келмейді. Сіз өзіңіз жаздық маман екенсіз. Сіз қызықтырмайсыз, сол үшін келмейді ол бала. Енді қараңыздар, баланың өзінен сұрап көрейікші. Мен оқып келсем де 5 қоя береді, 5 қоя береді. Әжетханаға жібермейді. 5 қоя береді? 5 балл қоя береді ма? Ал, сандырдап қойсыз, не үшін 5 балл қоя бересіз? Берілген тапсырманы, берілген үй жұмысын дұрыс түсінбей, басқа тапсырманы орындап келеді, бірақ қателері бар. Онда сіздің тарапынан түсіндіру керек. Сапар бізде мынандай жағдай
күнделігіне бағасына 8 деген балл қойғансыз, бірақ күнделік кезекте 6 деген балл есептеп түсіндіңіз? Екеуі екі түрлі баға. Иә. Оны қалай түсіндіреміз? Иә, ынталандыру мақсатында көңіл-күй түспесін деп күнделігіне 8 деген балл қойып беруге болады ма? Жарайды, мен сіздің сабағыңызға кіріп, қандай әдіс тәсілмен өтетіндеріңізді тексергім келіп тұр, Енді сіздерге айтарым, мұғалімнің сабағына, пән мұғалімінің сабағына сіздер түгілі мен рұқсат сұрап кіруім керек. Бізде айына 1 рет ата-аналармен мектепте ашық есік күні болады. Сол күні сіздер келіп, балаларыңыздың сабағына қатысып көрсеңіздер болады. Ал басқа уақытта пән мұғалімінен ғана рұқсат алуымыз керек. Әр айдың 12-сіне бізде ашық есік күні болады. Сол кезде көріп көрсеңіздер болады. Мектепте мұғалім жауапты, ал үйде баланың сабағына ата-ана жауапты болады. Ашық есік күнінде сабағына келеді, ата-ана артынан жүгіріп, мұғалім мен баланы қосымша алып өзіңіз итермелеңіз, бізге деген сияқты Енді сіздерге сұрақ, осындай рөлдік ойындарды біз жағдаяттық тапсырмаларды қай сынып оқушыларына берген тиімді деп ойлайсыздар? Өйткені бізде ағылшын тілі болғандықтан толық ағылшын тілінде сөйлеу керек, иә? Қай сыныптарға қолдануға болады? негізі бойынша бастауыш сыныптарда бастаған дұрыстар себебі адам еркін сөйлеуге үйрететін сияқты осындай. Иә, бұл рөлдік ойынды біз бірден алып, бір сабаққа қоя алмаймыз, оған біртіндеп, ал жаңа да айттым ғой, поэтапно оқушыларды дайындау керек бұған, бірден қойып, нәтижені көрсете алмайды. Сондықтан бастауыштан оңай, жеңіл диалогтарды ала отырып біз қолдансақ, уже жоғары сыныптарда, уже 9-10 сыныптарда оларда результат Сөйлеу дағдысына көбірек не болады, әсер етеді. Иә, бұл рөлдік ойын именно сол қазір айтамын, ақпарат сөйлеу дағдысын дамытатын ең тиімді тәсіл. Арасынан может бір жақсы актер актрисалар шығып қалады. Иә, өте несі жақсы жақтары көп екен сөйлейік. Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жаңартылған білім мазмұнына сай заманауи сабақты іске асыруға көмектесетін шығармашылық әдіс тәсілдерінің бірі рөлдік ойындарды қарастырамыз. Рөлдік ойын оқушылардың өздерін басқа адамдардың орнына қойып, мәселе немесе проблеманы солардың тұрғысынан қарастырып шешуді көрсетеді. Рөлдік ойындардың басты мақсаты қоғамда кеңінен таралған мәселелерді шешуге бағыттауда іс-әрекеттерді меңгеру болып табылады. Енді ең басты сұрақтардың бірі мұғалім рөлдік ойында негізделген сабаққа қалай дайындалады? Әрине, алдымен ойынның шарттарын, ережелерін, мақсаттары мен кезеңдерін, қатысушыларын және де ойынның болжамын, ойынның қорытындысын алдын ала мұғалім анықтап дайындалуы қажет. Ойынның түрлері оқушылар тұрғысынан алып қарағанда жеке рөл не болмаса топтық рөл болуы мүмкін. Сондай-ақ ойынның түрлері имитациялық ойындар, шартты ойындар және де жағдаяттық ойындар болып бөлінеді. Ақпаратпен жұмыс жасауға оқушылар келесі түрлерін бөліп қарауға болады. Яғни көшбасшы қатысушылар жеке пікірлерін жинақтап негізгі ойды дамытады. Автор өз көзқарасын ұсынады. Сыншы талқылау барысындағы пікірлерге сыни тұрғыдан пікір айтады. Қолдаушы кез келген идея, әрекетті қолдап қолпаштап отырады. Инсайтмен немесе бұны мәселеден алған инсайтмен бөліседі. Ақын топ жұмысына қатысты немесе тақырыпқа байланысты өлеңдер шығарады. Дизайнер постер құрады. Уақытты қадағалап отыратын тайм-кипер. Сұрақ қоюшы сұрақтар дайындайды. Жалпы рөлдік ойындарды пәнге байланысты түрлендіріп, пәннің спецификасына байланысты әртүрлі рөлдерді ойнауға болады. Мысалға, саяхат, пікірталас, пресс-конференция
байланысы жоқ. Ол балалардың қарым-қатынас жасауын бақылайтын институт болып табылады. Әрине алдын ала дайындалып, дискриптор жасалып, тапсырмаларды көрсетіп, сұрақ арқылы беру керек. Енді ары қарай келесі бізде тағы бір тапсырма бар сіздерге. Бұл жерде диалог, shop assistant, at the clothes shop диалог құрастырасыздар. Мына жерде ішінде осы тіркестер бар. Мына жаққа shop assistant, мына жаққа customer. Сұрушымен сөздерін мына ішінде мына жаққа алып қойышасыздар. Диалог құрастырасыздар. Соны оқып бересіздер. ана жерде біраз маған келіп қалды. Help you to talking уже? Yes. English Jumper деп айтам. Мына жақта. I'm looking for a jumper. Yeah. Jumper деп айтам. That's nice. That's nice. What size are you? Болмайды мына жерде не болу керек қой? Не құрап жүрсің деу керек қой? Сұрақ беріңдер. іздеп жүрсіз деген бар. That's nice. May I try it on? Могу я примерить, па? Надо примерить. Где-то здесь, я? How Yes. about The this? changing rooms are over there. Потом вы, how about this one? Will be shop assistant and Hello, may I help you? I'm looking for a jumper. What size are you? I'm a medium. How about this one? That's nice. May I try it on? Does it fit okay? Yes, the charging rooms are over there. Yes, it's perfect. I'll take it. How would you like to pay? I to pay by credit card. Thank you. assistant and customer. Okay. Hello, may I help you? Yes, I'm looking for a jumper. What size are you? I'm a jumper. How about this one? That's nice. May I try it? Yeah. Okay. Yes, the changing rooms are over there. Yes, it's perfect. I will take it. Does it fit okay? Thank you. How would you like to pay? I'd like to pay by credit card. Асық соған жарсын, барайсыңыздар. Есік алдындағы жиде әбден іскен. Көрші үйдегі әжей кішкентай Нұргүлді шақырды. Кетіп қаласыздар ма? Келе ғой Жарайды. Нұргүл, жиден теріс. Бір өзім үлгере алмай ала алмайсың. Биыл көтеріп қалыпты. Нұргүлді жиден жанына үймеріп алды. Әрине, тек Нұргүл үлкен тостаққа жиден теріп сала бастады. Жиде ағашының қол жетер жеріндегі өніміне әкеліп бірге берді. Айналайын, Нұргүл болмаса бұл жидені түгел теріп алу қайда? Маған Кредит